Сахабалардан кімді болсын сөгуге, лағнеттеуге, немесе жек көруге болады ма? Жоқ, бұл харам. Өйткені Аллах оларға разы болған ең жақсы адамдарды қалайша сөгуге, немесе балағаттауға болмақ? Аллах тағала былай деді: «Уассабиқун ал-аувалуна минал мухаджирин вал-ансари валладина аттабаухум би-ихсанин радиаллаху анхум ва раду анху ва а'адда лахум джаннатин таджри мин тахтиха ал-анхару халидина фиха абада залика ал-фаузул азим». Яғни мухажир, ансарлардан алғашқы иман келтіргендер мен жақсылықта оларға ауытқымай ілескендерден Аллах разы болды. Әрі олар да Аллахтан разы болды. Сондай-ақ Аллах олар үшін астарынан өзендер ағатын жәннат бақтарын әзірледі. Олар онда мәңгі қалады. Бұл ұлы жетістік. Ат-Тауба сүресі 100-ші аят. Анас ибн Малик, Аллах елшісінің, оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, былай дегенін баяндаған: кімде-кім менің сахабаларымды сөксе, соған Аллахтың, періштелердің әрі барлық адамдардың лағнеті болады. Аллах оның парыз ғибадаттарында, нәпіл ғибадаттарында қабыл етпейді. Хадисті имам Ахмад келтірген және Шейх Аль-Альбани бұл хадисті Силсилат ас-Сахиха жинағына енгізген.